Баршаға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз кешкі асқа осындай керемет ерекше макаронның түтікше деген түрінен осындай кешкі ас жасайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де ұнаса сақтап, менің парақшама тіркеліп, мен қуанып қалар едім, лайк басып, және достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар. Ал қыздар, бірге жасайық, кеттік. Ең алдымен біз пиязымызды және де сәбізімізді, тәтті бұрыш болгарскийді жақсылап турап аламыз. Қызып тұрған майымызға салып жақсылап қуырып аламыз. Оларды бірнеше секунд қуырғаннан кейін үстіне картошкамызды үлкендеу етіп турап, оны да тағы біраз қуырып алатын боламыз. Одан кейін қуырып болған соң үстіне біз томатный паста салатын боламыз. Яғни помидорымызды осылай блендермен майдалап аламыз. Сосын үстіне су құйып, жаңағы картошканың үстіне салатын боламыз. Одан кейін астын баяу отқа қойып, дәмдеуіштер саламыз. Тұз, бұрыш, немесе приправа. Дәміне қарай кез келген нәрсе қоссаңыздар болады. Осылай суын құйып болғаннан кейін бірнеше рет қозғап, астын баяу отқа қойып, бетін жауып қоятын боламыз. Сол арада біз начинкамызды дайындаймыз, яғни түтікшенің ішіне салатын заттарды. Бұл жерде менде тартылған ет, сосын пияз, және де помидор, және де осындай жаңағы тәтті бұрыш, яғни болгарский. Барлығын салып, майдалап, блендерден өткізіп аламыз. Осылай жақсылап тұз, бұрыш, приправа барлығын салып, араластырып аламыз. Сосын осындай арнайы кондитерский мешокқа салып, сосын түтікшемізге дәл осылай құйып шығатын боламыз. Еш қорықпаңыздар, ақ кетпейді, керемет болып тұрады. Одан кейін біз барлығын осылай тығып болғаннан кейін жаңағы қайнап тұрған сорпамызға баяу отта барлығын орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып болғаннан кейін ақырын үстіне су толтырып құямыз бірдей етіп. Мінекей менің тамағым дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Алтынай. Парақшама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сау болыңыз.